Мақсат Ысқақов биылғы болашақ бағдарламасының стипендианты. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, қадірлі болашақ бағдарламасының түлектері, сіздерді мерейлі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Таңғалуға бір ақсат жетеді, ал таңғалдыруға адамның ғұмыры да жетпей жататын заман. Осыдан 20 жыл бұрын 5 қарашада елбасымыз болашақ бағдарламасының жарлығына қол қойғанда таң қалмаған пенде қалмады. Бабамыздың табаны тимеген жерге баламыздың қаламы тиетін болды деп қуаныштан бөркімізді аспанға аттық. Енді таң қалдыратын уақыт келді. Өткенде А корпусымен кездескенде құрметті елбасы сіз айтқансыз, қара суда қаймақ болмайды, хас жіберде оймақ болмайды деп. Оймақсыз ақ халықтың ойынан шығу үшін тағы да білім керек, қадірлі ағайындар. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіз әр бастамаңыздың барлығын тамыр тереңде жатқан тарихпен байланыстырасыз. Оған бір ғана дәлел, біздің тарихи тұлғаларымыздың барлығы заманында білімді зейініне тоқып, зердесіне тоқып алды барлығын. Кешегі Қаздауысты Қазбек бабамыз, Келдібектің баласы Кембриджде оқыған жоқ. Орақ тілді Отауыз бабаларымыз Оксфордты бітіріп, Гарвардтың дипломын алған жоқ. Бірақ барлық дүниенің барлығын халық үшін жасады, қадірлі ағайындар. Ал енді заманда Қаздауысты Қазбек елге енді билік айтып келе жатқанда Бұхараның 12 фәнилік ілімінің иегері атанған Тобықты Әнет бабаға келді дейді. Сонда айтты дейді, мынау ел басқаратын ойым бар, құрметті Әнет баба. Жаз жатып, қыс қыстап қасыңыздан білім алдым. Бірақ мына сұрақтарға мен жауап іздеймін. Дүниені не бұзады? Ар мен адамгершілік, азаматты не бұзады? Күні неден шығады? Қарапайым халықтың көңілінен қалай шығам деп. Сонда айтты дейді Қаздауысты Әнет бабамыз, айналайын, арабтың әкім деген 3 ауыз сөзі бар. 2 рет айтсаң 2 ауыз сөз болады, 6 қаріп болады. Сенің сұрағыңның жауабы сол 6 қаріптің бас әріптері. Ол алтын мен әйел, кек пен кежірлік, мақтан мен мансап айналайын. Алдыңғы 4-еу әркімнің өз ісі болар, бірақ соңғы 2-еуі мақтан мен мансапқа көп көңіл бол. Сен мақтан мен мансап үшін емес, халқыңның болашақ үшін қызмет етуің керек. Ал енді қалай сен қарапайым халықтың көңілінен шығам десең, сен тастансаң халық құм санайды. Құм санаған халықтың көңілінен күнде шығу мүмкін емес, айналайын. Сондықтан ең бірінші арлы бол. Арлы болсаң жарлы болмайсың. Азаматтың ақ туын биік ұста. Өзің арлы болсаң, еліңе сыйлы боласың. Азамат деген ақ тілегіңді әркез жұрт ардақтап жүреді деп айтып еді. Сондықтан осы бір керемет дүниеге біз де берік болайық, қадірлі ағайындар. Мынау қазақ өзінің әр баласына сынай қараған. Қазақта әдемі сөз бар. Қарағайдың 40 бұтағы болғанымен біреу ғана түзу таяқ болады, қалғаны ит аяқпен саптаяқ болады дейді. Ал біздің кезімізде дәл Қазақстанның әр перзенті түзу таяқтай халықтың кәдесіне жарау керек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, елбасымыз аман болсын, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы. Әркез сіз елдің бірлігін әркез айтып жүретсіз, сондықтан еліміз аман болсын. Заманда 2 батыр қырқысып жатса, бір би айтыпты дейді, арамның жолы қиқалаң, адалдың жолы төтеді, жақсы жаман әркімнің арасынан өтеді. Араздаспай, таласпай, тату жүрсек нетеді, ынтымағы жарасса, бұл дүниенің қызығы бәріңе түгел жетеді деген. Қазақстанның ынтымағы жарасын, алар асуы алда болсын. Үлкен рахмет. Ал Мақсат, сен қайда жүр? Қайда жұмыс істеп жүрсің? Қайда оқыдың? Тіл комитетінің төрағасы. Бәсе. Нағыз баратын жеріңе барыпсың. Осының бәрін түсіндір, елдің бәрі. Айтқан. Нұрсұлтан Әбішұлы, Қонысбаевтың сөзі бар еді, жылым жылқы болғасын ба, өмірім бәйгеге ұқсайды, топты көрсем тыпыршып отыра алмаймын деп. Айып етпесіз, рахмет. Қорытынды сөз Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа беріледі. Біріншіден, менің атыма айтқан рахметтеріңіз бен жылы лебіздеріңіз үшін барлықтарыңа шын жүрегімнен рахметімді айтамын. Мен сіздермен кездесіп отырып, 2 мәселеге көңіл бөлдім. Біріншісі, ол мен Теміртауда металлург болып жүріп,